қашып барасыз ба көшеге? Қашан мені тыңдайсыз? Мен сонда кімге айтуым керек? Бала шаға кім қарайды? Бізге де уақыт бөлсеңізші. Қош қойсын. Ассалаумағалейкум. Салам. Не болды, тыныштық ба? Күн ыстығында көшеде жүрсің. Не шығарды? Или кім шығарды? Қатын шығарды. Кондердің бүлін қағаз қалыңдар ма? Жоқ, анау психолог бір бәле тренинг дей ма, сондай той болған ғой, короче, қатынша. Бөлек шығайық, болмаса мен өзім ажырасам, өзім жұмыс істеймін, өзім машина аламын, үй аламын, қиял кетіп қойған ғой, короче. Өзім дей ма? Өзім береке жоқ еді, тамыр. Сол түсіндіре алмай қойдым, ажырасқан дұрыс емес, ошым. Енді кімнен ақыл сұрайын деп шықтың енді? Тамыр, сенен ақыл сұрайын деп келдім. Не істеймін? Ақыл сұрайдан таптың ғой. Мен де үйден қашайып, осы жерде отқан жоқпын ба менде? Өзіме де ақыл керек болып отыр ғой. Не істесем болады? Мен де миым жоқ қой, көшеге ашып. Не істейміз енді, Тамыр, айтшы. Бізге ауылда кім көмектеседі? Мешітке барайық, Моллекеңнен сұрайық, осыны айтып жатыр қатындарымыз деп айтайық. Шынымен ше. Кетіп сұрайық. Отбасы құндылықтары деген бар ғой шариғатта, исламда. Бірдеңе түсіндіретін шығар, үйге барып айтамыз да. Болды. Күн ыстығында жатпаймыз үйде. Кеттік. Үйіне барайық та, Моллекең, намаз уақыты әлі біраз бар ғой. Тағы да қашып барасыз ба көшеге? Қашан мені тыңдайсыз? Мен сонда кімге айтуым керек? Бала шаға кім қарайды? Бізге де уақыт бөлсеңізші. Көшеде жүре бересіз ба солай? Ане, біз Моллекеңге проблемамен келіп жатсақ, өзінің проблемасы шығып отыр да. Моллекең, үшеуміз отырамыз ғой деймін. Тағы да кетіңіз мешітке. Бізге де уақыт бөліңізші. Жеңшем жеп жатыр қарсай. Моллекең келіп отыр, кетеді. Субханалла, бұлардың жүрісін қараш. Кеше бітірем деп айтқан еді, қарап. Әлі бітірмей, бітіремей жүр ғой бұл. Абдулазиз, кеше не болды? Кеше бітірем деп айтқан едіңдер. Әлі бітіремей жүрсіңдер. Моллекең келіп отыр ма? Моллекең, ассалаумағалейкум. Ертеге қалдыңыз ба әлі? Намазға әлі біраз бар ғой. Субханалла, мына медресенің ұсталары жұмысты қашан бітірем деген еді. Бүгін созып жүр ғой. Бұлар сондай болады өзі. Жай істейді бұлар өзі. Моллекең, жаңа үйіңізге бір проблема барған екен екеуміз. Мен медресені сіз қалай басқарасыз деп ойлап қалдық екеуміз. Үйде жеңшемді басқару қиын болып отыр сіз деп көріп қалдық. Сөйтіп сразу мешітке қаштық. Бауырым, Алла қаласа бұл медресені Алла бұйыртса басқаратын шығармыз. Ол медресе басқа мәселе, ол әйел, үйдегі әйел ол басқа. Себебі, яғни әйел кісі сондай, оның табиғатында бар нәрсе да. Себебі сіз мың патша болсаңыз да, әкім болсаңыз да, ол әйел кісі сіздің кемшілігіңізді көреді. Яғни, ол деген сөз, оның сізге, сіздің кемшілігіңізді бір жағынан торлайды, тура не қылатын кісі да. Себебі сіз, яғни қоғамға қызмет жасаймын, адамдарға жақсылық жасаймын деп, кейде өзіңіздің отбасыңызға қарамай қалуыңыз мүмкін, бала шағаңызға тәрбиесіне қарамай қалуыңыз мүмкін. Сондай бір мағынада, яғни әйелің сізге айқайдауы мүмкін да. Яғни сондықтан барынша біз не әйел кісілерді дұрыс түсінуіміз керек. Яғни әйел айқайлайды деп, әйел кісі күйеуіне көз қатты айтты деп, біз әйелмен не ажырасу ондай нәрсені бармауымыз керек. Себебі бұл нәрсе, яғни Омар радиаллаху анхуның уақытында тура сізбен біздің басымызда болған оқиға сияқты болғанда, яғни қараң, Омар сондай адам болған, бүкіл мұсылмандарды басқарған адам болған. Сонда бір сахаба үйінде әйелінің шағым айтамын деп, әйелінің кемшілігін айтамын деп барса, Омардың да үйінде сондай оқиға болып жатыр да. Содан кейін Омар радиаллаху анху қараң, патша болып тұр, осындай сөздерді айтады да. Сондықтан не барынша біз сабырлыққа, яғни әйелдеріміздің айтқан сөзін, бала шағамыздың тәрбиесін қарау, ол біздерге міндет ол. Яғни рызықты тауып келу, бала шағаның яғни адал жолмен бағу, оларды дұрыс тәрбие беру, ол әкенің мойнындағы міндеті бауырым. Сондықтан иншалла сізге де айтатыным, әйеліңіз айқайлайды деп, яғни көшеге шығып, бір омен не болу қажет емес. Онда иншалла дұрыс жолға түсіретін ол иман. Оған Раббысын танытыңыз, ол иншалла сізге айқайламайтын болады. Бауырлар, Алла разы болсын, мына ұсталарды көріп кетейінші. Тезірек әрекет жаса деп айтпасам болмай жатыр.
мына ертең мына құдай қаласа тезірек бітіп мына қыздарымыз балаларымыз осы жерде оқиды. Егер мүмкіндіктеріңіз болса бауырлар алла үшін жәрдем беріңіздер құдай қаласа. Молдаға кәсібін тастай салайықшы. Жұмыс істеп жүрмек. Енді көресіздер ғой иншалла құдай қаласа. Алла разы болсын. Тезірек барайыншы. Кәсібін саласайға.